Қайырлы күн, құрметті әріптес. Қазақ тілі мен әдебиеті сабағын оқытуда балаларға көркем шығарманы меңгерту қиындық туғызады ма? Олар жалаң баяндау, кейіпкерлерді ғана атау, немесе мазмұндаудан әрі салмайды ма? Әрине, бұның барлығы әдебиеттің түрлі проблемаларының көрінісі. Ендеше біз осыны оқу мақсаттарымен байланыстыра отырып, бірге шешейік. Сіздерге осы ретте көркем шығарманы талдаудың ПП әдісін ұсынамыз. ПП әдісі дегеніміз не? Өздеріңізге белгілі қазақ әдебиетте психологиялық параллелизм деген термин бар. Дәл осы ұғым табиғат құбылыстар мен адамның ішкі жан күйін қатар алып суреттеу дегенді білдіреді. Осы дүниені біз қазақ әдебиетін оқытуда, оқушылардың көркем шығармадағы кейіпкерлерді, сюжетті, автор идеясын табуда табиғат құбылыстармен қатар алып суреттеуді талдауды ұсындық. Және бұл әдіс өте сәтті болды. Бұл туралы әлемдік әдебиеттерде зерттеу жасалған канадалық әдебиеттанушы Нортроп Фрайдың маусымдық архетиптер және табиғи ритм теориясында, немесе Дженнифер Смиттің әдебиеттегі циклдік құрылым және психологиялық даму туралы еңбектерінде ерекше сөз етілген. Тіпті біздің қазақ әдебиетінде Мағжан Жұмабаевтың педагогика еңбегінде де былай дейді: жаратылыстың һәм искусствоның сұлу заттары адам жанында сұлулық сезімдерін оятады. Үлбіреген гүл, күңіренген орман, сылдыраған, сыбдырлаған бұлақ, шетсіз түпсіз қара көк теңіз, түрлі шөптер мен толқынданған дала сұлулық толқынын оятпай қоймайды деген екен. Практикалық тұрғыдан осы дүниені дәлелдеуге келетін болсақ, мәселен 7-ші сыныптың мынандай оқу мақсатына назар аударайық. Қатысушылардың сөздері, портреті, іс-әрекеті, мінез-құлқы, сезімі арқылы кейіпкерлер бойындағы өзгерістерді талдау. Осы оқу мақсатына сәйкес біз өрт шығармасындағы дастан деген кейіпкерді дастанның көктемі, дастанның жазы, дастанның күзі, дастанның қысы деп ала отырып, кейіпкердің ішкі жан дүниесін, оның бойындағы өзгерістерді дәл табиғатпен параллель ала отырып талдадық. Және мынадай сұрақтар арқылы оқушылардың талдауына кезек бердік. Оқушылар осы жұмысты жазу барысында дастанның көктемі қандай болғандығын, дастанның күзі қандай болғандығын өз ойларымен, яғни табиғат құбылыстарындағы дәл осы мезгілдерге сәйкес дүниелерді елестете отырып, қағаз бетіне түсіріп талдау жүргізді. Талдау барысында оқушылардың сол сезімдерді дастанмен бірге сезінгендерін және осы күйді табиғат арқылы сипаттауға тырысты. Сондай олардың кері байланысынан жаз ыстық болғандықтан біз оны өртпен ассоциацияладық, немесе күз мезгілі болғандықтан бізде мұңды сезім болды деген сияқты дүниелер арқылы оқушылардың бойындағы эмпатиялық күйді аңғардық. Осы әдісті қолдану барысында оқушылардың сөздік қоры артқанын да аңғаруға болады. Алғашқы 7-ші сыныптың 1-ші тоқсандағы нөмір 2-ші б жұмысы мен 2-ші тоқсандағы нөмір 2-ші б жұмысын салыстырсақ, оқушы сипаттау мәтіндерін жазу барысында қыстай қатты, қара бұлт үйірілген, немесе нөсер жауындай деген сияқты табиғат құбылыстарына қатысты сөздерді пайдаланғанын аңғаруға болады. Әріптес, бұл сабақ барысында саралау мәселелерін шеше алады ма? Я, әрине, бұл әдіс арқылы біз саралаудың тереңдету қағидатын жүзеге асыра аламыз. Мәселен, бұл біздің ПП әдісі дәл саралаудың қағидаттарына негізделген. Білу және түсіну ол төменгі деңгей, анализ және интерпретация бұл талдау деңгейлері, бағалау және салыстыру бағалайды, яғни одан кейін рефлексия жасап түйіндейді. Дәл осы деңгейлерге сәйкес сұрақтар өте сәтті құрастырылған. Ал қалыптастырушы бағалауды ше жасай аламыз ба? Әрине жасаймыз. Өйткені біздің мұнда берілген карталарға назар аударатын болсақ, білу және түсіну деген баланың ең алғашқы қалыптастырушы деңгейін көрсетеді. Сондықтан бұндағы бағалаудың да деңгейі өте төменгі балдан басталады. Мұнда 1 және 2, өйткені білу және түсінудің де күрделілік деңгейі байқалатындықтан бал соған орай 1 және 2-ге өзгеріп отырады. Бұл ойынның артықшылығы сабақ барысында сабаққа қатыспай отырған оқушыларды да ғажайып алаң ретінде қолдануға болады. Оқушыны шақыра отырып, оған қосымша бал беріп, немесе оны талдауға тарту қажет болса, оқушы өзі мына берілген шеңберден бағытын жібере отырып, айналдыра отырып, таңдап берілген сұраққа жауап беріп, тиісті балын алса болады. Біз бұл әдіс арқылы ойын ойнатуды мақсат етпедік. Біз бұл арқылы оқушыларды ойландыруды мақсат еттік. Және де олардың ішкі жан күйін, сезімдерін, эмоцияларын түсінуді, ары қарай оларды кейіпкер өмірмен байланыстыруды талдауға бағыт бағдар бердік.